Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 5-ші сыныптың 91-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы Buying a train ticket. Пойызға билет сатып алу. I can ask to buy a train ticket. Мен пойызға билет сатып алуды сұрай аламын. Exercise 1. Match the clocks with the times in the box, then say the times. Мұнда сағаттар берілген, сандармен. Сол мына жердегі сағаттарды олармен сәйкестендіруіміз қажет екен. 10:15, 2:45, 6:30, 7:10, 3:50, 9:18, 9:18, 1:20 and 11 o'clock. Listen and write the times you hear, then listen and repeat. Әне мұнда тыңдалым тапсырмасы, тыңдалымды тыңдап, сағаттарды жазуымыз қажет. 4:30, 8:10, 12:40, 7:58, 9:15, 2:25. Listen to a conversation. How many tickets does Julie buy? Мұнда тыңдалым тапсырмасы. Julie неше билет сатып алды? Ол бір билет сатып алды. Julie buys one ticket. Study the key phrases. Then listen to the conversation again and choose the correct words. Мұнда дұрыс сөзді таңда. Julie is going to Windsor. Ол Уиндзорға бармақшы. She buys a single ticket. Ол бір жолғы билет сатып алды. The ticket is 15 pounds. Билеттің құны 15 pound. The next train is at 5:55. Келесі пойыздың уақыты 5:45. It's from platform 4. Ол 4-ші платформадан. Exercise 5. Listen and repeat the dialogue. Мұнда тыңдалымды тыңдап оқуымыз қажет. John мен билет сатушы. Can I have 2 tickets to Bristol, please? Single or return? Return. That's 35 pounds. Here you are. What time is the next train? At 10:45. And which platform is it, please? Platform 3. Thanks. Енді аударып алайық. Мен 2 билет Бристолға сатып алсам деп едім. Бір жолғы ма, әлде қайтып келетін бе деп сұрайды. Return дейді. Қайтып келетін дейді. Ол 35 pound деп жауап береді. Мінеке сіздік неңіз деп жаңағы уақытын сұрайды. Келесі пойыздың уақыты нешеде? 10:45. Онан 45 минут кеткенде. Енді қай платформада деп сұрайды? Платформа 3 деп жауап береді. Thanks, рахмет деп айтады. Енді бізде де дәл осы 6-шы тапсырмада көкпен берілген сөздерді алмастырып, өзіміз диалог құруымыз қажет. Мына көкпен берілгендерге осыларды қойып шықсаңдар болады, немесе өздерінде өзгертсеңдер де болады. Can I have 3 tickets to London? Single or return? Return. That's 55 pounds. Here you are. What time is the next train? At 8 o'clock. Яғни мінеке Лондонға сағат 8 екен уақыты. At 8 o'clock. And which platform is it, please? Platform 5. деп жауап беремін. Thanks. Мұнда да дәл солай. Неше билет? 3 билет Лондонға деп сұраймын. Қайтып келетін билет деп айтамын. Жалпы құны 55 pound дедім. Келесі пойыздың уақыты сағат 8-де 5-ші платформадан. Мыналарды өзгертіп, басқандай сөздерді қойып, өздерің диалог жасаңдар да болады. Лондон, Баз және Бристол деген 3 қалаға. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақ кездескенше сау болыңдар. Менің сабақтарым жалпылама. Сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, подписаться басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.